Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай дастарханыңыздың сәні болатын, қонақтарыңыздың есінен кетпес, өте дәмді әрі тез дайындалатын ванильный капкейкі дайындайтын боламыз. Тестасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында табиғи май қажет. Оған тұз қосып, оның үстіне қант қосамыз. Осы массамызды үлпілдек әппақ осындай бір жұмсақ масса шыққанша миксерлейтін боламыз. Осындай видеодағыдай әппақ үлпілдек масса шығу керек. Содан кейін бір жұмыртқамызды қосамыз да бір келкі масса шыққанша миксерлейміз. Одан кейін ұн мен разрыхлительді бірге біріктіріп, оны жаңағы жұмыртқа май араластырған массамызға жартысын ғана қосатын боламыз. Жартысын қосып алғаннан миксерлеп аламыз бір келкі болғанша. Одан кейін осы жерге комната температурасындағы сүтіміздің жартысын ғана қосып, тағы да миксерлейтін боламыз. Одан кейін қалған біздің ұнымыз бен разрыхлителімізді қосамыз. Одан соң оны бір келкі қылып араластырғаннан кейін жарты қалған сүтімізді қосып, бір келкі үлпілдек әппақ масса шыққанша араластыратын боламыз миксермен. Ең маңыздысы, қыздар, бұл жерде барлық ингредиенттер бөлме температурасында болу қажет. Ингредиенттер ыстық немесе суық болса, онда тестаңыз шықпай қалады. Капкейкіміз наны дайын болды. Енді осыны мен одноразовый мешокқа салып, сол мешок арқылы грамм-граммен өлшеп капсулаларға құйғанды жақсы көремін. Ал сіздер үй жағдайында, егер өздеріңізге жасайтын болсаңыздар, өлшемей-ақ примерно бірдей қылып, қасықпен өздеріңізге ыңғайлы затпен салып, осылай пісірсеңіздер болады. Қыздар, капсуланы до конца толтырмаймыз, ортасына ең ғана тестаны құямыз да уже пісіреміз. Капкейктарымызды 160 градуста верх-низ режимінде 30 минуттай пісіреміз. Беті сарғайып қызарған кезде шпажкамен тексеріп көруіңіз қажет. Енді бетіне жағатын крем дайындаймыз. Оған бізге творожный сыр, сливки, сахарный пудра қажет. Үшеуін миксермен бір келкі өз формасын ұстайтын массаға дейін миксерлейтін боламыз. Біздің креміміз дайын болды. Енді одноразовый мешоктың ішіне сіздің қалаған насадкаңызды салып, ішіне кремді салып, видеода көрсеткенде айналдырып, әдемі қылып шапочкамызды құйып шығатын боламыз. Осымен біздің капкейктарымыз дайын болды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Бұл капкейктерді коробочка салып, ленточкамен біреуге подаркке берсеңіз, қонаққа апарсаңыз, дастарханға қойсаңыз, достарыңызға сыйласаңыз да өте әдемі және өте тәтті, дәмді подарок болып саналады. Сондықтан да істеп көріңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік. Көріскенше.